Жеңге, тәтті пирог пісірейікші. Ой, менің шешем үйретпеген, жасай алмаймын. Неге олай дейсіз? Апа солай айтты. Қызым келді ғой, неге манты жасамадың? Менікі дәмді шықпайды ғой, өздеріңіз жасап жейсіздер де. Қазір балам келсін, сазайын бергіземін. Енемді неге ондай десем? Мама, сіз сондай екенсіз ғой? Өкінішті. Сен неге жатсың? Мамалар өз тамақ жатыр ғой. Менің істегенім жақпайды ғой, еше өздері істеп жесін. Өзгеріпсің, қыз кезінде жақсы едің. Сенің анаң өзгертті мені. Қыз кезімде тәрбиені әке шешем берген. Әне, сұлу қыз да осы жағдай үшін қайтып келіп отыр. Жеңге, мамаға ренжімеңізші, мен сізді жақсы түсінемін. Мама, сіз неге жеңгені ұнатпайсыз? Әлде өзіңізге енеңіздің жасағанын қайтарып жатырсыз ба? Шынында неге мен осыны жасап жүрмін? Құрметті енелер, өзіміз көргенді келіндерге көрсетпейік. Келін жақсы болса, аялап сый көрсетейік. Осындай видеолар жасап, TikTok'тан просмотрдан айлық алғың келсе, ақылы сабағыма кел.